Қатып қалды. Samsung Galaxy S10 Plus алайын ба, немесе Samsung Galaxy S10 Lite алайын ба? Арасы қанша? 100 000 теңге. Бір ғана минусы бар. Судан қорғай алмайды. Мегапиксель қанша көп болса, сонша көп жақсы сурет деген әңгіме емес. Осы Технодом дүкенінде қандай телефон алуға болады деген сияқты сұрақтарыңызға жауап алатын боласыздар. Көбей. Бәлтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз көпшілік адам сұрауы бойынша осы бауырым бізге осы көпшілігіміз біз жақтан Технодом деген сулпак дүкендері бар. Біз сол жаққа барып, ата-анам сол жаққа апарады, сол жақтан барып телефон аламыз дегеннен кейін барып, мінекей біз көріп отырғанымыз біз Технодом дүкеніне келіп, осы 2020 жылы осы май айында қандай телефон алуға болады, осы Технодом дүкенінде қандай телефон алуға болады деген сияқты сұрақтарыңызға жауап алатын боласыздар. Соның біз алғашқы обзорымызды бір оқырманның сұрауы бойынша айтты. Братан, Samsung Galaxy S10 Plus алайын ба, немесе Samsung Galaxy S10 Lite алайын ба? Осы қай телефонды алайын деп сұрақ қойды. Себебі S10 Plus өздеріңіз білесіздер осыдан бір жыл бұрын шықты, ал S10 Lite өздеріңіз білесіздер осыдан 4 ай алдын ғана шықты. Енді қайсысын алайын? Сұрақ қараңыздар. Бірақ қана мысалдан келтірейік. Мынаның камерасының мегапиксельдерін қарасақ, просто 16 мегапиксель, 12 мегапиксель, 12 мегапиксель. Неге қараңыздар, 3 камера, 12. Ал енді мынаны қарайық. S10 Lite тоже бұда 3 камера. Нелерін қарайық. Енді әрине 5 мегапиксель, біреу 48 мегапиксель, 12 мегапиксель. Ең үлкен мегапиксель 48 мегапиксельдік. Основной камерасы 48 мегапиксельдік. Енді әрине жаңартылған версиясы бір қызық нәрсе тағы. Бағасын қараңыздар, 299.999 теңге, 100 000 теңге. Ал мынау 199.990. Мынау 200 000 теңге. Арасы қанша? 100 000 теңге. Енді уақыт кетірмес үшін характеристикасы былай көрсетсек. S10 Lite'ның характеристикасы и S10 Plus-тың характеристикасы. Просто вот қарасақ. И нелерін қарайғанда, батарейканың основной нәрсе қарайықшы. Батарейкасы 4100 мАч, ал мынанкі 4500 мАч. Енді қай жағынан қарасаңыздар, бағасы қарасаңыздар 100 000 теңге, мынанкі қымбат S10 Plus-ке. Бірақ мынау одан қарағанда характеристикасы әлде қанша жоғары. Диагоналын қарасаңыздар 6.4, а мынанкі 6.7. Full HD сурет, супер AMOLED, а мынада да мынанкі просто динамик AMOLED. Көресіздер ме, қай жағынан қарасаңыз, бірақ мынаның бағасы қымбат, ананкі арзан. Енді былай ғой, енді сіздер кәдімгі профессиональный бір камерамен түсіріп, кәдімгі блогер болмасаңыздар, енді сөздің ашына келген кезде, бірақ кәдімгі Инстаграмға былай фото жасап, обработкасын жасайды, неше түрлі приложениелер бар. Солармен жасайтын болсаңыздар, мінекей мен сіздерге 100 000 теңге жүгірем деп, мынау S10 Lite, Samsung Galaxy S10 Lite. Дәл осы телефондарыңызды алғандарыңыз дұрыс. Қай кезінен болмасын, мысалы мына жерде тек қана мынада бір ғана минусы бар, судан қорғай алмайды. Бірақ характеристикасында қарасаңыздар, диагоналы 6.7, одан кейін мегапиксель, камерасы мегапиксельдерін қарасаңыздар, фронталкасы қайсысын алу керек? Әрине 199.999 S10 Lite. И тағы мысалы камерасын көрсетсек, сіздерге пример болсын, яркий пример. Мынау S10 Lite-нікі түсіруін қарайық. Мынау бағана алдын түсірдім. Примерно қатты көріңіздер ма? Қатып қалды. Неге қарайық, түсірейік сәл. Қыса қараңғы екен, ал енді мынаны көрейік. S10 Lite. Мынау сәл жарықтай болып түсіреді екен. Сәл качественно түсіреді. Сәл качественно түсіреді екен. Бұдан шығатын нәрсе осы алдыңғы айтып жүрген мегапиксель қанша көп болса, сонша көп жақсы сурет деген әңгіме емес, база жоқ. Бірақ осы SNG-ның көпшілігі Wylsacom болсын, 800 деген блогерлер болсын, мысалы қайсысына болсын, разбор жасаған кезде ең жақсы не қылғаны мынау. Көпшілігінің сурет түсірген не бойынша мынау S10 Lite осы көп жағдайда алып кетеді. Қараңғыда түсіру кезде әрине мынау S10 Plus алуы мүмкін, бірақ неде мынау S10 Lite алады екен көпшілік түсіру бойынша. Алада жүріп жатқанда видеозаписте деген секілді. Видеозаписін қарайсақ, қалай түсіреді екен. Қата ма, қатпай ма? Сәл тармайсы деген базар жоқ. iPhone қарағанда. Көрейік. Стабилизация бар ма екен? Стабилизация нормально.
Анау айт. Нормально. А мына қарай. Видеозапись. Рескіске қалай екен? Ал көрейік. Тоже нормально, бірақ қатты емес. iPhone сияқты онша қатты неге жоқ екен видеода. Плавность жоқ та. Рескіс. Байқасаңыз сәл жарықтау түсіреді. Жарықтау түсіреді, байқаңыздар ма? Жарықтау түсіреді. Фронталкасы тоже да түс береді. Ал енді несін қарайық. Ал S10 Lite'ты қарайық, қалай түсіретін. Көпшілігіне бірінші қараңыздар, байқасаңыздар сәл қараңғылау түсіреді. Байқаңыздар, сәл қараңғылау түсіреді. Ал фронталкасы мына жерде сәл ағарып жетіп көрдіңіздер ме? Сәл ақтау. Ал мынада байқаған болсаңыздар, сәл адамның түсіне сары, сол сары түсті береді, ал мына жерде сәл ақшылдау болып жүреді. Вот енді өздеріңіз көріп тұрғандай, енді қайсысын алу керек? Әрине, S10 Lite алғандарыңыз дұрыс. Себебі 100 теңге ақшаларыңыз үнемдейсіздер. Сіздерге пайдалы болды деп ойдам. Егер пайдалы болған болса, әрине лайк басыңыздар. Енді келесіде қандай видео шыққанға тоже жазып кетіңіз, және қандай дүкенге барғаныңызды қалайсыздар. Ал сіздерге барайық па, мен білмеймін, супаққа барайық па деген секілді жазып кетіңіздер. Вот алғашқы влогымыз осы технодомдағы аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.